Сәлеметсіздер бе? Мен Ақсу қаласының дарынды балаларға арналған мамандандырылған гимназиясының математика пәнінің мұғалімі Мұқанова Бақытгүл Қадырқызымын. Біз өмір сүріп отырған 21 ғасыр жан-жақты дамыған, өзіне сенімді, отанның әлеуметтік экономикалық жағынан дамуына зор үлес қоса алатын азамат тәрбиелеуді талап етіп отыр. Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек. Қоғамның өркендеуіне, дамуына, онда болып жатқан өзгерістерге байланысты біздің мемлекеттегі білім саласының алдында жүйеленіп, дайындалып берілген білім дағдыларын меңгеретін, қайталайтын ғана емес, шығармашылық бағытта жұмыс істейтін, тың жаңалықтар ашатын тұлға қалыптастыру міндеті тұр. Осы міндеттерді орындау жолында оқытудағы деңгейлік оқыту бағдарламаның теориялық негіздерін талдай келіп, білім беру жүйесінде қолданудамыз. Атап айтқанда, сындарлы оқыту тәсілі кең тараған. Дәстүрлі оқыту мен сындарлы оқытудың арасында елеулі өзгерістер бар. 9-шы бар екенін 9-шы сыныптағы алгебра пәнінен мәтін есептерді теңдеулер жүйесі арқылы шешу тақырыбында өткізген сабағының үзінділерінде шешуін табады деген мақсатпен сіздерге мәтін есеп берілген, дұрыс айтады тағы мәтін есеп. Дұрыс айтады. Кәне Рамазан қатырақ айтып жіберші, олай болса бүгінгі біздің тақырыбымыз теңдеу жүйесі арқылы мәтін есептерді шығару. Дұрыс айтады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мәтін есептерді теңдеулер жүйесі арқылы қандай мақсат қояр едіңдер? Теңдеу жүйесін дұрыс құру. Дұрыс айтады. Тағы да теңдеулер жүйесін дұрыс құру. Теңдеулер жүйесін толық меңгеру. Дұрыс айтады. Біз бұрында осы теңдеулер жүйесімен жұмыс істей алдық па? Жұмыс істедік пе? Или бүгін бірінші күн көріп отырсыздар ма? Бұрын күрделі. Күрделедіңіз. Ал біз бүгінге дейін теңдеулер жүйесін шешуді қарастырдық. Иә? Яғни теңдеулер жүйесін шешудің неше тәсілі бар екен? Яғни сөйлейін. Қосу, алмастыру, графиктік және осының табы жаңа айнымау. Иә, сонда неше тәсілі екен? 4 тәсілі. 4 тәсілі бар екен. Олай болатын болса, біз осы күнге дейінгі алған білімімізді пайдаланып, ары қарай осы білімімізді неге пайдаланады екенбіз? Мәтін есептерді шешуге пайдаланады екенбіз. Барлығымыз мына мәтінмен танысамыз. Жеке-жеке, кәне. Одан кейін қазір кодпен жұмыс жасаймыз. Сендер аңдағы мәтінмен танысуға 10 минут уақыт береді. Соның 5 минутында сендер талқылайсыңдар, 10 минуттың ішінде сендер постерге салып, ары қарай соны дәлелдеп шығарасыңдар. Жүкпен талдайсыңдар, одан кейін топта талқылайсыңдар, одан кейін постермен жұмыс жасайсыңдар.
алса, Мендерді алсақ, тұр. Бір айнымалысынан. Y-ге орындасын. Онда олардың орындасын. Онда олардың өнімділігі. Төртіншіден жүйенің шешімін табамыз. Бесіншіден жүйенің шешімдерінің қайсысы сәтін берілгенін қанағаттандыратын тиіс. Осыған байланысты біз есепті қойып, оны шығарудың тәсілін сендерге таныстырып өтсек. 420 метр сым темір қажет болды. Осы жер алқабының ені мен ұзындығын табу керек. Белгі бойынша жер алқапты үш ораммен қоршау үшін 420 метр сым темір керек. Ал егер біз бір рет қоршап өтсек, онда сым темірдің үштен бір бөлігі кетеді. Ол яғни 140 метр. 420 метр бөлігі үш. Берілген есебіміз сол. Екі бригада бірге жұмыс атқарып, жол жөндеуді 18 күнде бітіреді. Егер алдымен бірінші бригада жұмыстың 3/2 бөлігін орындаса, ал екінші бригада жолдың қалған бөлігін жөндесе, онда жолды жөндеуге 40 күн кетер еді. Егер әрбір бригада осы жұмысты жеке-жеке орындаған болса, осы жұмысты неше күнде бітіреді. Біз есептің шешімін жаздық. Ол бірінші бригада барлық жұмысты X күнде, ал екінші бригада Y күнде орындасын. Онда олардың өнімділігі сәйкесінше X1 және Y1 кетеді. Қайсандарды көздеріңдікі мынау. Назарлардікі мынау. Атынадікі. Жасыра қойды. Содан кейін сабақтан кейін сендерге қандай ұсыныс айтқан екен? Өз топтарыңыздың келіп көре қойыңдар, что келесіде бұндай мысалы сендерге айтылған тілек, қандай етикалық қателік болды, соны келесіде болдырмау үшін. Сонда жақшаны ашқан кезде сол айтылды. Көрсетілімнен сабақтың тақырыбын ашу, мақсатын анықтауға, оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдер модулінің идеясын жүзеге асыру барысында диалогтық оқытудың көрініс бергенін және сабақ барысында топтық, жұптық жұмыстарды оқушылардың өз ойларын еркін айтып, бір-бірін тыңдай білетіндіктерін және сонымен қоса өздерінің бойындағы көшбасшылық қабілеттерін көрсете білді деп ойлаймын. Қыран түлегіне қайтпас қанат сыйлайды. Ұстаз шәкіртіне талмайтын талап сыйлайды. Ұстаз қай кезде де мектептің жүрегі, қоғамның тірегі. Қоғам тұлғаны қаншалықты жетілдірсе, жетілген тұлға қоғамды соншалықты дәрежеде дамытады. Рахмет.